Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз бір өлшемді және екі өлшемді массивтерге арналған шығармашылық практикалық жұмыстар. Яғни бүгін практика орындайтын боламыз. Және осымен сабақты 9-шы сыныпта аяқтайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Ең алғашқы тапсырма ол бізде мынандай. Бірінші тапсырма екі таңбалы сандар. АН бір өлшемді массив берілген, осы массивтегі барлық екі таңбалы сандардың санын тап дейді. Жалпы осы жерде бұл есепті түсіну үшін былайдан қарау керекпіз. Бұл жерде не сұрап жатыр? 8 массив элементі берілген. Осы жерде i-дің таңбасы, яғни екі таңба болу керек, осыны шығар деп тұр. Осы жерде екі түрлі жол бар. Бірінші жолы аралық беру, яғни аралық, оны білеміз, екі таңбалы сандар бізде 10-нан бастап, яғни 99-ға дейінгі аралықтар ол бізде екі таңбалы сандар. Ал екінші жолы просто str ретінде len str, яғни i элементінің ұзындығы 2-ге тең болса, это есть уже екі таңбалы сан деп алуға да болады екен. Олай болса кеттік, көрейік онда. n тең int input, a тең list map, и мына ішіне int input точка split. Сөйтейік та мына жерге енді болсын. Что артық болса қысқартып ала салады. For I in range n деймін да. Егер де a-ның i-ншы элементі үлкен болса 9-дан, және a-ның i-ншы элементі кішкентай болса 100-ден, это есть бізде print a-ның i-ншы элементі. Бұл бізде бірінші жолы. Бірінші жолы бізде осылай болып шығады. Так. Мына екі таңбалы сандар шықты. Екінші жолы ол бізде былайынан. Екінші жолы ол бізде осы жерде str ретінде алуға болады. Str a-ның i-ншы элементі деп алып, и осының ұзындығы, ұзындығы ол бізде len, да? Len str i тең-тең 2 болатын болса, значит, екі таңбалы сандар. Тура осылайда екі түрлі жолмен шығаруға болады екен. Олай болса, екінші тапсырмаға кетейік. Екінші тапсырмада принципе оңай. Екінші тапсырма. Еліміздің бокс жетістігін дүние жүзі мойындаған. Елімізде осы спорт түрінен аттары әлемге белгілі бірнеше олимпиада жеңімпаздары бар. Әуесқой бокста 52 кг мен 91 кг және одан жоғары 8 салмақ дәрежесі бар дейді. 9-шы сынып оқушылар арасында да боксқа деген қызығушылық өте жоғары. Бокстан спорт үйірмесіне жазылу үшін салмақтары 52-ден үлкен, бірақ 95-тен кіші, 52-ден кіреді екен. Яғни ол қатаң болып тұр. Яғни 52 мен 91 кг арасында, 95 кг арасында болу керек екен. И оқушылар арасында n оқушы бокс үйірмесіне қатысу үшін, n оқушы бізде мынау. И осы деректер бойынша қанша оқушы бокс үйірмесіне қатыса алады. И сол оқушылардың несін шығар дейді, номерларын, яғни индекстерін шығар дейді. И сол оқушылардың қаншауы бокс үйірмесіне қатыса алады. Окей. Онда былай болады. 10 адамын берілген, и осының арасы просто салмақтары 52 мен 95. Бұл да почти ерунда нәрсе. Былайдан алуға болады. Осы жерде единственный өзгертетін нәрсеміз, только бізге b деген массив керек болады. Осы жерге біз индекстерді жинайтын боламыз, яғни өткен боксқа өткен деген сөздер. И мына жерде біз просто a-ның i-ншы элементі 51-ден үлкен болса, және a-ның i-ншы элементі кішкентай болса 96-дан болатын болса, онда біз қазір экранға сразу шығармаймыз, біз шығарамыз box.append дейміз да, нені аламыз? Оның индекстерін алып отырамыз. И осы жерге өткен оқушыларды былайдан шығарсақ болады. Сөйтеміз да, printқа просто массивтің ұзындығын бере саламыз, len box, и бокстың өзін экранға шығарсақ болды. Так.
бүйтіп ала салайыншы, 10 деп былайдан ала саламын. 10 элемент. И бізде мына 4 оқушы өтті. 2-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші. 2-ші, 4-ші, 5-ші и 6-ші. Мынау үлкен болып кетті, мына кішкентай үлкен болып кетті. Так, в принципе, 2-ші тапсырмада осылай шықты. Үшінші тапсырма файлдан оқу дейді. Бұл бізде уже input x'дан 12 дегенді аламыз. И дальше не істейді бізге осыдан оқып алған соң жұп орында тұрған тақсандар дейді. Жұп орында тұрған бізде мынау 0 жұп, 2 жұп, одан кейін 0, 0, 1, 2, 5, неге мынау олар 1 деп санап кеткен екен ғой. 1, 2, 3, 4 деп санағанда. Содан кейін барып бұларды жұп орында деп санаған екен. 87 себебі бұл жұп орында тұрған жоқ, ол 0, 1, 2, 3 тағы орында тұрған тақсан болып тұр да. Ал почему-то бұл жақта бұны жұп орыннан деп алған екен. Так, онда былай істейік. Так, не істесек болады. Бұны былайдан файлдан оқыту керек па? Хорошо, файлдан оқыту керек болса былай жасаймыз. Бірінші ең алдымен былай істейік онда. New файл деймін да, файл save as. И рабочий столда файл деген папканың ішіне мен текст файл қыламын да. Какой-то бір точка емес, бір атын input.txt деп аша салайын. Так, енді былай. Осы жерге не жазсын деген бізге мына элементтерді жаза салсақ болады. Так. Осымен көшірейін жадысын өтті. Разы бош. Бұл резасына сохранить ете салайық. Так, мына арасы ашылып кетті. Бір пробел болсын. Так, бұны сохранить ете салайық. И осы жердегі жұп орында тұрған так элементтер. Ол жұп орында тұрған бізде 21, 41 и так, мынау кірмейді, мынау кіреді, яғни осылардың қосындысы экранға шығу керек. Сен кітапта шамалы қате бар. И, в принципе, осыларды шығару керекпіз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін бізге with open керек. With open арқылы біз кіреміз да, сөйтеміз да, файлдың атауын береміз. input.txt режим r болады. И бұны как f ретінде оқи саламыз да, сөйтеміз да, n.f.read line дейміз да, мына жерге сыртына int деп бере саламыз. Яғни қанша адам екені, одан кейін астына a тең list map и осының ішіне mapның ішіне типі in, яғни input бермейміз, бұл жерге f.read line .split деп бере саламыз. И экранға просто шығарып көрейік. Print a деп. Массив элемент оқытылды, енді ары қарай біз оны қарапайым есепке шығара берсек болады екен. Енді with openге output.txt режим w. Аз fo деп басайын. fo. fo болмайды уж. Бірінші есеп шығарады екен. Енді бүйтем. Так. Бірінші, соңындағы нәтижесін шығара салады екен бұл жақта. Бұл. Оны бүйт салым. For I in range n деймді. Егер де I процент 2 тең 0 жұп орын және аның айыншы элементі процент 2 тең 1 болатын болса, онда s плюс тең аның айыншы элемент деймін. Менде мына жерде байқағандарыңыздай s жоқ, s-тің жақтан мен жариялап аламын. Сөйтемді соңында массив біткен соң, for біткен соң, for.write деймді str s деп бере салам. И өзім үшін просто print, мысалға мына жерге просто print i деп өзіме көруім үшін істеп алсам болады. Қандай элементтер қосып жатқан білу үшін. F5 жібердім. 21, 41, 15 деген орындардағы элемент. 21 бізде 41 қосатын 62.
62-ге 15 қосатын болсақ 77. Енді біз осы жерден проводник арқылы рабочий стол не болып кеткен мына жер. Так, файл деген папканың ішіндегі бізге input міне, и бізге керегі бар мықты output дегенде 77 деген сан шығады. И в принципе осылайынан шығады екен. Келесі есеп. Төртінші тапсырмадағы бірдей цифрлар. Бірдей цифрлар болған кезде бұл жерде 3 таңбалы натурал сандар массиві берілген, барлығы 3 таңбалы дейді. Осы жердегі 3 таңбалы массив арасынан бірінші және соңғы цифрлары бірдей 3 таңбалы сандарды анықтап экранға шығар дейді. Ол деген сөз, общем, артынан да былайынан оқысанда тең болсын, полиндром сандарға былай шыққан кезде. Бұны да шығарудың екі түрлі жолы бар. Оны былайдан көрсек болады. Так, бұл файлға ма, файлға емес па? Жоқ, файлға емес екен. Онда біз арқары кодты арқары қайтара салайық. Екінші рет жазым жатқан жоқ просто. Нақты тұра берсін олар. For I in range n болады. Егер де A массивінің элементі бөлінген 100 және A-ның айыншы элементі %10 екеуі бір-біріне n деген екеуі бір-біріне тең болса, онда массивтің элементтерін шығар деу керек. A-ның айыншы элементі и n тимді осылайынан берем. Так, бұл бірінші жолы. Опять бердім. 10 элемент міне. Бірдей сандар бұлайынан шықты. Бірақ бұл единственный жол емес, одан бөлек мынандай жол бар. I тең, A-ның айыншы элемент тең str, A-ның айыншы элементіне деп алатын болсам, болмаса x тең деп stri деп аламын да. Сөйтемде егер де x тең болса, x-тің артқарап қалғанына, яғни наоборотына, онда сол элементті экранға шығар деп айтсам да болады. 10 элемент. И в принципе осылайда жасауға болады екен. Бесінші тапсырма бізде k-ге тең дейді. Так, бізде bn өлшемі берілген. bn деген сөз, значит, нақты екі өлшемді массив матрица түрінде, яғни 3/3 деген сөз. И осы массивтердің арасынан соңғы цифры k-ға тең сандардың қосындысын тап. Яғни соңғы саны 7-мен аяқталатын, ол 47, 17 и біздегі 7. Мынау болса 0-ге аяқталады. Сол себепте 47, 17, 7-ін қосқан кезде 71 шықсын дейді. Так, олай болса былай істейміз. n тең n тең болып тұра береді. Енді массивті біз беретін болсақ, ол бізде сәл былайынан өзгереді. Мына жерге былайынан берем да. For I in range n деймін. Сөймен менде мынау сәл басқа болады екен. Так, n мен k тең болсын map input .split. Енді осы жерде бітеміз. For I in range n, егер де массивтің айыншы және жиыншы тұрған элементінде, яғни айыншы жолындағы жиыншы бағандағы элемент %10 тең болатын болса k-ға, онда s плюс тең A-ның аймен жиыншы элемент. Так, s тең 0 бола салайын. Сенде мен бұл жүрегі s-ке жинап отырам. Мен экранға print s салам. Так, мынаяқтан алып салам ана. Мына экранға 71 шықты. Мынаны сәл басқаша шығару жолы бар. Басқаша шығару жолы бізде мынандай болады. Біз қазір
rangeпен жүріп жатық та, range емес массивтің элементтерімен жүруге болады. For G in I дейміз да, яғни бұны бүйтіп for жол in A, яғни A-ның ішіндегі жолдарын и соның ішіндегі жолдың ішіндегі I-ға деп тоқтасақ, и бізге осы жерде как массивтің элементі ретінде қарастыруға болады. И осыны біз алып отырсақ та болады. Екеуінде де в принципе разница вообще жоқ. Екі түрлі тәсілді алуға болады. Мына жерде как элемент біз A-ның ішіндегі жолға тоқталдық, а мынау болса I дегеніміз осы жолдың ішіндегі элементтерге тоқталады. Ол деген сөз былайынан. Например, осы жерде I-ыншы жол деген мынау, ал мына бізде I-ымыз осының ішіндегі әрбір бағанға тоқталады да, мынаны каждый бір элемент ретінде алады. Ал бірінші біз тек for in range и for G in range'тің ішінде ол өзде I-ыншы жолдағы G-ыншы баған деп кәдімгідей екеуін қиылыстырып қарап жатқан еді. Осындай разница бар болып жатыр. Алтыншы тапсырма. Тақ элементтердің саны. ANN екі өлшемді массивті берілген. Осы массивтің бас диагоналында орналасқан тақ элементтердің санын тап. Бас диагонал дегеніміз мынау бізде жаңа ма? Бас диагоналда 1, 5, 5, 7 деген общий төрт сан бар. Сол нәрсені біз шығаратын болады екенбіз. Так, мынаны артқа айтырайын. Бас диагоналда бізге уже обязательно бұл кезде олардың I мен G-дің яғни тең болғаны керек. Ол кезде біз обязательно бас диагоналды алуымыз керек. Біз S-ке алады екенбіз. Ол үшін не істейміз? Бірінші бас диагоналдың формуласы. Егер де I тең болатын болса G-ға дейміз. Және де A-ның I-ыншы және I-ыншы бағандағы I-ыншы жолындағы G-ыншы бағандағы элемент процент 2 тең 1, яғни тақ болатын болса деймін, S-ке 1-ді арттырады екен. Сол кезде менде массив шығады. Так, есеп қате болады қазір. Себебі менде мына жерде К берілмеген. Сол себепте қате болатын еді. Int input деп берем, сол кезде қате болмайды. Ана, бізде мына 1, 5, 5, 7. Осылайынан да қарауға болады екен. Есепті да бұлайынан берсек болады. 7-ні өзгертіп, 7 емес, например, 6 деп беретін болсам, мына жерге например 8 деп беретін болсам, менде бас диагоналдағы 1 мен 5 екеуі-ақ шығу керек. В принципе, осылай шығып отыр. Бұл бізде практикалық есептерге арналған бірінші бөлімнің соңы. Екінші бөлім сәл уже күрделірек есеп болады. Олай болса, келесі видеода кездескенше. Our hearts beat to the same